Сабақтың тақырыбы бутерброд дайындау. Сабақтың мақсаты білімділік, бутербродтар дайындауды тәжірибе жүзінде көрсету және үйрету, дамытушылық, студенттердің дүние танымын, қиялы мен шығармашылығын дамыту, тәрбиелік, студенттерді ұқыптылыққа, тазалыққа, үнемділікке тәрбиелеу. Қауіпсіздік техникасын сақтау ережелері. Өткір және үшкір аспаптармен жұмыс істеген кезде техника қауіпсіздігін сақтау қажет. Сабақтың материалдық техникалық жабдықталуы. Бутерброд неміс тілінен бутерброд, нан мен май, қосымша азық түлік салынған нан кесектері деген мағынаны білдіреді. Бутерброд әзірлеу тәсілдеріне қарай былайша бөлінеді: ашық, жабық, канапе. Ашық бутерброд үшін 30-40 грамм кесек нанға май немесе маргарин жағып, дайындалған азық түліктерді саламыз. Ашық бутербродтар жай және күрделі болып екіге бөлінеді. Жабық бутербродтар нанды 0,5 см кеседі, май жағады, жұқа кесілген балық немесе ет тағамдарын орналастырады. Сыртынан дәл осындай май жағылған нан кесегін салады, тығыз қысады. Әртүрлі пішіндерге кесіп ұсынады. Сэндвичті үлкен мөлшердегі қабаттармен әртүрлі салаттар, омлеттер, қуырылған ет қосу арқылы жасауға болады. Канапе француз сөзінен аударылғанда кішкентай деген мағынаны білдіреді. Ол 0,5-0,8 см қалыңдығы, диаметрі 3,5-5 см кішкентай нанда әзірленген бутербродтар. Оларды кофеге, шайға, кешкі немесе түскі асқа асымдық ретінде ұсынады. Пішініне қарай 3 бұрышты, 4 бұрышты, дөңгелек тағы басқа болуы мүмкін. Бутербродты дайындау схемасы. Нанды тураймыз, массаны жасаймыз, нанға массаны жағамыз, азық түліктерді нан бетіне саламыз, әшекейлейміз, ұсынамыз. Алдыларыңызда бутерброд дайындаудың технологиялық карталары көрсетілген. Бүгінгі тақырыбымыз бутербродтар дайындау болатын, соны тәжірибе жүзінде іске асырамыз. Студенттер, бірінші бутербродтар дайындау кезінде бізде ең негізі ол нан болады. Өйткені біз нанға барлық қалған азық түліктерімізді қосып жасап, ары қарай іске асыратын боламыз. Нанның қалыңдығы 0,5-0,7 сантиметрге дейін қалыңдықта болу керек. Одан асып кетпеуге тиіс. Алдымен нанымызды тураймыз, дайындап аламыз нандарды. Бағана айтылып өткендей, бутербродтың түрлері бар. Ашық бутерброд, жабық бутерброд және канапе дейді. Канапе дегеніміз неме? Ол кішкентай деген мағынаны білдіреді. Бағана сабақтың басында оның бәрі айтылды. Ашық бутербродтардың өзі екі түрге бөлінеді екен. Жай және күрделі болып. Мысалы, біз канапені печеньеден де жасай беруімізге болады. Қазір біз ашық бутерброд жасаймыз. Жаңа ғана айтып кеттік, біз бұның негізі нан болады деп. Нанға сабақтың басында айтылды, бұл аударғанда аудармасы нанға нан мен май деген мағынаны білдіреді. Нанға міндетті түрде біз не істейміз? Май жағамыз. Бұл бутербродты жасаған кезде әркім өзінің қиялына байланысты жасалынады. Негізгі нанымыз жаңағыдай 0,15-0,17 см аспауға тиіс.
Оның үстіне өзіміздің қалауымыз бойынша азық-түліктерді саламыз. Біздің жасап жатқан бутербродымыз ашық бутерброд, Келесі, жаңағына айттық, канапеді. Ол тіске басар деген мағынаны білдіреді. Өте кішкентай, оны шаймен беруге болады. Бұған да бетіне май жағамыз. Нан мен май деп айтылғандықтан міндетті түрде май немесе майонез жағуға болады. Өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Құралған қиярымызды қойып, біздің жасап жатқан бутербродымыз ашық бутерброд, Келесі, жаңағына айттық, канапеді. Ол тіске басар деген мағынаны білдіреді. Өте кішкентай, оны шаймен беруге болады. Бұған да бетіне май жағамыз. Нан мен май деп айтылғандықтан міндетті түрде май немесе майонез жағуға болады. Өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Құралған қиярымызды қойып, бутербродтың аты канапе деп аталады. Бұл кішкентай деген мағынаны білдіреді. Бұл тіске басар ретінде қолданылады. Шаймен, коктейльдермен беріледі. Келесіміз жабық түрі деп айтылады. Оны сэндвич деп те атайды. Оған нанды кесеміз де бірінші жағына майды жағамыз. Жаңағы айтқандай, барлығы да өзіміздің қиялымызға байланысты болады. Майды дұрыстап жағып, қандай азық-түлік бар өзімізде, ұнатқан азық-түліктеріміз, соларды қойып,
қоямыз. Өзіміздің ойлағанымызды қоямыз да, келесі жағында не істейміз? Маймен майлап, қаттырақ қысып қоямыз. Үстіне қаттырақ бастырамыз. Бұл жабық бутерброд дейді, немесе не дейді? Сэндвич деп аталады. Осы дайындалған бутербродтарымызды әдемілеп әшекейлейміз де қонақтарға ұсынамыз. Және өздеріңізге көрсеттім, жабығын, ашығын және канапені. Мен осы жасалған 3 түрлі бутербродты бөлек қойып жатырмын. Ашық бутерброд, жабық бутерброд және канапе. Осы бутербродтардың, ашық бутербродтардың жай түрі болады, және күрделі түрі болады деп атадық. Жай түрінде 1-2 азық-түлікпен ғана жасаймыз, күрделі түрінде бірнеше азық-түліктермен, колбасамен де, балықтың шпроттарын да қосуға болады. Осы тәжірибені енді студенттер өздеріңіз көрсетулеріңізді сұраймыз. Қонақтарға осылай ұсынуға болады, астарыңыз дәмді болсын. Фантазияның өте жақсы дайындалған бутербродтарын, бірақ жұмыс орнында уақытылы тазалап отыру қажет. Әйгерім, сенің де бутербродтарың жаман емес, бірақ баяу қимылдайсың. Келесіде бұны ескеру қажет. Үйге тапсырма. Бутерброд дайындау тақырыбын оқып үйреніп, тәжірибе жүзінде іске асыру.